Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз сіздермен тозаңдану түрлерін өтетін боламыз. Жалпы бізге тозаңдану не үшін қажет? Бұған дейін біз сіздермен тозаңдану деген не деген сұраққа жауап берген болатынбыз. Дұрыс айтасыздар. Көбеюге, ұрпақ қалдыруға, ұрықтануға, жеміс беруге, тұқым алуға маңызы көп. Жалпы тозаңданудың екі түрі бар. Ол өздігінен және айқас. Бір гүлдің өз аталық тозаңының сол гүлдің аналық аузына түсуін өздігінен тозаңдану дейтін болсақ, бір гүлдің аталық тозаңы екінші гүлдің аналық тозаңына түсетін болса, оны айқас тозаңдану дейміз. Өздігінен тозаңдану бір гүлдің ішінде жүретін болса, айқас тозаңдану жел арқылы және бунақденелер арқылы жүреді. Тозаңданудан кейін қандай процесс жүреді? Дұрыс айтасыздар, әрине ұрықтану. Бірақ біз ұрықтануға келесі сабақта тоқталатын боламыз. Сіздерге түсінікті әрі пайдалы болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.